Әмәуилердің Омар бин Абдул-Азизден бұрынғы халифасы Сүлеймен бин Абдул-Малик болатын. Бұл халифаның табиғин ғалымдарынан Әбу Хазим деген дана кісімен кездесуі және оның өте керемет жан-жақты насихатын тыңдағаны ислам тарихының сабақ аларға тұрарлық оқиғалардың ішінде ерекше орны бар. Олардың кездесуі былай болған. 7-ші Әмәуи халифасы Сүлеймен бин Абдул-Малик Меккеге бара жатқанда Мәдинаға соғып, сонда бірнеше күн қоныстанған болатын. Қасындағылардан Мәдинада Расулуллахтың саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын көріп, олардан дәріс алған адам бар ма? деп сұрады. Оған Әбу Хазим деген кісі бар десті. Дереу оған адам жіберіп, хұзырына шақыртты. Сонан соңыдан, мен халифа ретінде бұл жерге келіп тұрсам, сен неге көңіл аудармайсың? Неге қарсы алмайсың? Неге менен алыстайсың? деп сұрады. Әбу Хазим, әй мүміндердің әміршісі, менің сізге қандай қатысым бар? деді. Халифа Сүлеймен, мәдиналықтардың алдыңғы қатарындағылары қасыма келіп тұрғанда, сен неге келмедің? деп сұрады. Әбу Хазим, әй мүміндердің әміршісі, бүгінгі күнге дейін не сіз мені танымайсыз, не мен сізді көрмегенмін. Қалай менен мұндай қатынасты күтесіз? деген кезде халифа Сүлеймен жанындағы Мұхаммед бин Шихаб-аз Зухирге қарап, бұл қарт кісі дұрыс айтты, мен қателесіппін, деді. Сонан соң бұл батыл кісіден насихат алу керек екенін түсінген Сүлеймен, Әбу Хазим, өлімді ұнатпайтындай бізге не болған сонша? деп сұрады. Әбу Хазим, нәпсі құмарлықтарыңызға алданып қалдыңыз. Дүниені абат қыламын деп ақыретті харап қылдыңыз. Сондықтан абат жерден харап жерге өтуді ұнатпайсыз. Халифа Сүлеймен, дұрыс айттың әй Әбу Хазим, ал адамдар ертең Алланың құзырына қалай шығатын болады? деп сұрағанда Әбу Хазим, салих, ізгі мүміндер бөгде жұрттан өз отбасына оралған адамдар сияқты жүрегі тыныш әрі қуанышқа толы болып қайтады. Нәпсіне құл болған адамдар қожайыннан қашып бара жатқанда ұсталып қалған құлдар сияқты болады. Дегенде халифа Сүлеймен өзін ұстай алмай өкіріп жылай бастады да, қап, Алланың алдында немен кездесетінді білгенімде ғой, деп моңын тілге тиек етті. Әбу Хазим оның бұл жағдайын көргенде, олай болса, іс-амалдарыңды Алланың кітабымен, Расулуллахтың саллаллаху алейхи вассалам сүннетімен таразыла, деді. Халифа, хал жағдайымды таразылауым үшін неге жүгінуім керек? деп сұрады. Әбу Хазим, әбірар, егі жақсылар даусыз найым жәннаттарында ырыста келеледі. Бұзықтар сөзсіз тозақта болады деген мағынадағы Инфитар сүресінің 13-14 аят кәримелерін оқыды. Сонда Сүлеймен, әй Әбу Хазим, олай болса Алланың мейірімі рахмы қайда қалды? деп сұрағанда, бұл жолы Әбу Хазим, шынында Аллахтың рахмы ізгі іс істегендерге өте жақын деген мағынадағы Ағраф сүресінің 56-шы аят кәримесін оқиды. Сонан соң араларындағы әңгіме былай жалғасты. Әбу Хазим, Аллахтың құлдары арасында ең құндылары қайсысы? Мархаматты, жомарт, қарапайым, өзгелерге қызмет етіп ғибрат ала білген ақылды адамдар. Тағы қандай амал абзал? Харамдардан аулақ бола отырып, парыз амалдарды шынайылықпен орындау. Қай дұға қабылдануға жақын? Өзіне жақсылық жасалған адамның жақсылық иесіне берген батасы. Ал қандай садақа абзал? Шектен тыс мұқтаж кедейге аз болса да малынан шамасына қарай міндетсінбей берген садақа. Қай сөз әділ? Өзінен қорыққан немесе бір нәрсе күткен адамға хақ пен ақиқатты баяндауың. Ең ақылды мүмін кім? Аллаға тақуалықпен мойынсынған және бұл туралы адамдарға жетекшілік еткен адам. Өйткені Аллах Тағала біздің тақуалықпен қоғамға жетекші болуымызды қалайды. Ең ақымақ адам кім? Ақыретті ұмытып дүниеге берілген адам. Мысалы, бауыры не досы теріс жолда болса, оның арман қалауына еріп, өзгенің дүниесі үшін өзінің ақыретін құрдымға жіберген кісі. Өте дұрыс айттың.
Ал біздің жағдайымыз туралы не айтасың? Әй мүміндердің әміршісі, рұқсат етіңіз. Бұл сұрағыңызға жауап қайтармасам. Жоқ, сен бұл айтатын сөздеріңді маған айтқан насихатым деп бағала. Әй мүміндердің әміршісі, сенің аталарың адамдарды қылышпен күш көрсетіп басқарды. Мұсылмандармен кеңеспей, олардың разылығынсыз мемлекет билігін қолдарыңа алдыңдар. Сол кезде көп адамның қаны төгілді. Ақыры олар да салтанаттарын тастап, о дүниенің жолаушысы болды. Әттең, қазір олардың ақырет әлемдегі пайпайларын естіп, оларға не деп айтылып жатқанын білсең ғой. Халифа Сүлейменнің қасындағылардың біреуі Әбу Хазимді сөгіп, «Жаман сөйледің ғой, әй Әбу Хазим!» деді. Әбу Хазим оған былай деп үн қатты: «Бұл мәселеде сенікі дұрыс емес. Өйткені Алла ғалымдарға еш нәрседен қорықпай, адамдарға хақ пен ақиқатты және дұрысты баяндауды, ешқандай шындықты жасырмауды бұйырған». Халифа Сүлеймен оған: «Ал, біз қалай түзелеміз?» деп сұрағанда Әбу Хазим былай деп айтты: «Жамандық пен зұлымдық жасаудан бас тартып, Алланың жаратқандарына шапқат һәм мәрхәмәтпен мәміле жасап, адамдар арасында әділетпен үкім жүргізсеңдер, түзелген боласыңдар». Оны қалай іске асыра аламыз? Малдарыңды халал, адал жолмен тауып, сізге аманат ретінде берілген дүние малды тиісті орындарға жұмсаңыз, деді. Халифа: «Әй Әбу Хазим, біздің досымыз боласың ба? Егер досымыз болсаң, сенің бізге, біздің саған пайдамыз тиер», деп сұрады. «Ондайдан Аллаға сыйынамын». «Ол не дегенің?» «Аз болса да сізге құмартып, бейімделуден қорқамын. Өйткені сіз нәпсіңіздің билігі астындасыз. Мен сізге бейімделсем, ол уақыт, ұлы Аллах өмірде де, өлімді де маған азаптың дәнекері етеді. Әбу Хазим, қандай да бір қажетің болса маған айт. Мені жаһаннамнан құтқарып, жәннатқа кіргізе аламсыз?» «Ол мен істей алатын іс емес. Олай болса, менің бұдан басқа мұқтаждығым жоқ. Ендеше маған батаңды бер, Әбу Хазим». «Аллахым, егер Сүлеймен сенің досың болса, оған дүние мен ақыреттің жақсылықтарын сыйла. Егер сенің теріс жолда жүрген құлың болса, о Раббым, оның сана сезімін өзіңнің разылығыңмен үйлестіргейсің. Оған өзің жақсы көрген және разы болатын істеріңді істеуіне мүмкіндік бергейсің». «Осы ғана ма?» Сонда Әбу Хазим: «Егер сен бұл дұғаға лайық болсаң, шын мәнінде мен ең қымбат, пайдалы дұға жасадым. Ал лайық болмасаң, немесе тура жолмен жүруге ниетің болмаса, онда бұл адырнасы жоқ садақпен оқ атқандай, оның еш пайдасы болмайды». «Әбу Хазим, маған насихат айтшы». «Саған өзекті насихат айтамын. Раббыңа тағзым көрсете отырып құлшылық жаса және мәмілеңе баса назар аудар. Раббыңның сені әр сәт сайын көріп бақылап тұрғанын жүрегіңмен толық сезінгейсің. Ол тыйған нәрсені істеуден және ол бұйырған іске немқұрайлы қараудан барынша сақтанғайсың». Әбу Хазим халифа Сүлейменнің қозырынан шығып кеткенде, Сүлеймен оған 100 динар ақша жіберіп: «Сен бұларды жұмса, сосын тағы саған осындай көп сыйлық жіберемін», деп жазылған хатын қоса жіберді. Бірақ Әбу Хазим бұл 100 динар ақшаны қабылдамай былай жазып жіберді: «Әй мүміндердің әміршісі, маған қойған сұрақтарыңыз бен жауаптардың сіздің ізгілігіңізге жарамай, сондай-ақ өміріңізге жақсы бағыт бермей қалуынан Аллаға сыйынамын. Сіз үшін жақсы көргенімді өзім үшін қалай жақсы көрмекпін? Мен сізге қандай да бір пайда көрейін деген оймен насихат айтқан жоқпын. Сізге бұл туралы бір қисса айтып берейін». Достар, бұл қиссаны келесі бөлімнен тыңдай аласыздар. Келесі бөлімнен құр қалмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер және де видеоларды басқалармен міндетті түрде бөлісіңіздер.